Жұмыртқа қайдан шығады? Тауықтан. Тауықтан. Бала, бұл жұмыртқаны біз не істейміз? Жейміз. Қалай жейміз? Пісіріп, қуырып жейміз, иә? Осы біздің негізгі тақырыбымыз осы жұмыртқаның қабығын қоқысқа лақтырмай, бұны пайдалануға болады екен, иә балалар? Оны қалай пайдаланамыз? Қанекей қараңыздар балалар. Менің қолымда балалар, мына кофе молка. Жұмыртқаны уақыттап салып жатырмыз. Жарайсыңдар, кәне саламыз. Окей, ребят, кәне сала қойдық. Салды. Енді қараңыз балалар. Балалар қараңдар, міне қандай болды екен қараңыз. Мінекей қараңдаршы. Не болды? Ұнтақ болды ма? Мына ұнтақты салып көрейікші, мына неге? Атысқа салып көрейік. Міне ұнтақты балалар біздің күнделікті жеп жатқан ботқа жейміз ба? Таңертең мамалар пісіріп береді ғой. Сол ботқаға кішкене қосып жесек, бұл бізге кальций, витамин береді екен. Сондықтан бұны қоқысқа жайлап жүруге болмайды. Балалар, бұның тағы бір пайдасы, бұны біздің өсіп тұрған гүліміз бар ғой. Сол гүлге қойсақ, ол біздің гүліміз күшті өседі екен балалар. Сондықтан үйде аналарымыз айтыңыздар, иә, жұмыртқаның қабығын босқа лақтырмаймыз. Мінекей балалар, өсіп тұрған гүлімізге осы гүлдің өсуіне мінекей осылайынан сеуіп пайдасын тигізеді екен гүлімізге. Ұнап отыр ма балалар, сабақ сендерге? Жарайсыздар. Кәне шапалақ қойып. Бос шайнектер, біз осы бос шайнекке қазір қараңыздаршы. Мынау ыдыста балалар бақпақ бар екен, қараңыздар. Бұл бақпақ, жиналған бақпақ көрдіңіздер ме? Бұл бақпақ қайда өседі? Жерде өсетін шөп, дәрілік шөп екен балалар. Ендеше бұл шөп салған шөпке біз қазір қайнап тұрған ыстық су құямыз балалар. Міне қараңыздар. Түрі қандай болды қазір қараймыз. Сары болады. Енді қараңыздар. Бұны гүл ретінде жинап ойнаймыз, иә? Бұның пайдасы бізге зор екен, қараңыздар. Бұл шайды тұндырып осылай ішсек, біздің жөтеліміз кетіп қалады екен балалар. Тамағы кімнің тамағы ауырып жүр, сол осындай шайды ішсе, тамағымыз жазылып кетеді екен. Сондықтан бұл бақпақ гүлін дәрілік шөп ретінде пайдаланамыз. Келесі біздің тәжірибе сабағымыз, біз пластикті қандай пайдаға жаратамыз? Біз сок ішеміз күнделікті, иә? Не жасауға болады? Кім біледі? Кім айтады? Біз пайдаланған пластикті жай тастамай, қақпағының өзін іске жаратуға болады екен, иә? Қазір бүгін сендерге енді осы пластиктің көмегімен гүл жасап шығарамыз барлығымыз бірге, жарай ма? Бүгінгі пластиктен не жасауға болатынын экраннан бір тамашалайық, иә? Қандай әдемі гүлдер жасалған, иә? Мінекей, саңырауқұлақ қандай керемет. Қандай шайнектен кесесін жасауға болады екен. Мінекей, қазір біз осы гүлді жасап көреміз, иә? Гүл жасау үшін ең бірінші қайшыны пайдаланамыз қазір біз, иә? Қайшыны пайдаланбастан бұрын қауіпсіз ережесі, бір-бірімізге тиіп кетпеуіміз керек. Мұқият пайдалануымыз керек, жақсы ма? Қауіпсіз ережесін сақтаймыз, бір-бірімізге тигізіп алмаймыз. Енді бір гүлден алып, қазір біздің жасайтын. Енді осы қолымызға алған гүлді қайшыны алып қиып бастаймыз балалар. Бір-бірімізге тигізіп алмаймыз, асықпаймыз. Енді мен қалай гүл жасауды көрсететін боламын, мұқият қараймыз. Ең бірінші осындай екі бөлікке бөліп алдық, иә біз? Мінекей осы пластиктің екінші бөлігінің көмегімен біз гүлдің сабақтарын жасап шығарамыз. Біз қиып жасап алдық, иә? Енді осыны қолымыздың көмегімен майыстыру арқылы бір-бірін қазір біз өткен не тағамыз балалар? Гүлдерді біз орналастырамыз, иә, осында? Ыстық желімнің көмегімен қазір біз осыларды жабыстыратын боламыз. Балалар, мінекей қолымыздан қайшыны мен жинап алайын, иә? Қиып алған пластик заттан гүлімізді жасап жалғастырамыз. Маған қайшы өткізе қойыңдар. Міне біз пластик затымызды қиып алдық. Қиып алған пластигімізді ыстық желімнің көмегімен жабыстыру арқылы аяқтаймыз, иә? Қазір өздеріңнің алдарындағы қиған жеке-жеке гүлді осы біздің гүлімізге құмырамызға жабыстыратын боламыз. Әрқайсымыздың қиған гүліміз бар, иә? Сол гүлді ыстық желімнің көмегімен жабыстырамыз. Мінекей, әдемі ғой.